не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? Шумит дней, как в потоке дождя, сорванным листом кружить. Если б не было тебя, я выдумал себе любовь. Я твои не искал бы черты, убеждался вновь и вновь, что это все ж не ты. Дорогие милые женщины, от имени мужского коллектива ГУ службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником, выразить вам признательность за ваш самоотверженный труд и высокий профессионализм. Будьте уверены, что мы вас любим, бережем и ценим. Құрметті біздің сүйікті ару аналар, әріптестер, сіздерді келе жатқан халықаралық әйелдер күні мейрамымен құттықтаймын. Әрқашанда осы өмірде бақытты болыңыз. Біздің арамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Біз сіздерді сүйеміз, бағалаймыз, әрқашанда құрметтейміз. Милые дамы, коллеги, жены, подруги, в преддверии празднования 8 марта хочу поздравить вас с весенним праздником, пожелать вам любви, всегда быть желанными на работе, в обществе, на службе. Цветите, пахните. Мы рады вам всегда. С наступающим праздником вас. Құрметті төтенше жағдайлар департаментінің әйелдер қауымы, сіздерді бүгінгі 8 наурыз төл мерекелеріңізбен құттықтап, денсаулық, сұлулық, бақыт, қуаныш тілеймін. Әрқашан өмірге сән беріп, жылу таратып, мейірім төгіп, шуақ шашып тұрғандарыңыз үшін көптен көп алғысымды айтамын. Әйел сенің ақылшыңда айбарың, ол барында естімейсің қайғанын. Әйел сенің күзетшіңде сақшыңда, әйел сенің мерекең мен мейрамың. Тағы да 8 наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті әріптестер, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын көңілден құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат, еңбекте алда болуларыңызға тілектестік білдіремін.